Бәріңізге сәлем, ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай, құрметті тыңдармандар, көрермендер. Сіздермен бірге мен Садра деймін. Мен бүгін мынандай жарықтан, ыстықтан байқап тұрған жарыстар, мен бүгін Шымкент қаласына қайтадан келіп қалдым. Бүгінгі келген себебімізбен сіздермен таныстырып өтсем. Шымкентке келген басты себебім мен бүгін стадионда өтетін концертке келдім. Бүгін мен сіздермен өмірімнің қалай өтетінін бөліскім келіп отыр. Сахнадан қалай концертке келеміз, қалай гостиницада қалай орналасамыз, қалай дайындаламыз концертке. Ең бір қызық нәрсе айтып жіберейін, сіздер білетін, менің баяғыдан бері кавер түсіріп келе жатқан гитарам бар ғой менің. Yamaha C40 деген, мен оны обзорларда да көрсеткен. Мен үшін ең қымбат гитара деген мамам баяғыда кредитке берген. Мынау магазиннен сатып алынған, осыдан 10 жыл бұрын мына магазиннен. Lira Music Lira деген магазин тұр. Мен оны қазір көріп қалғам, случайно. Сол менің ең бірінші гитарам фотосын қойып қоямыз қазір. Сол гитарам осы жерден алынған. Ал сіздермен рум тур дейді ма, сондай зат жасайын. Себебі мен баяғыда өзім әншілер қалай жүреді, қызық еді маған ше, қандай жерде жүреді, соның бәрін білгім келетін еді. Бүгін соны өзі бұйырып тұр екен, көрсетейінші сіздерге. Жақсы екен мына. Ана жерде пар бар, жерде былай отыра бересің. Ешто концерттен кейін типа демалып, шаршағаннан кейін шаршауыңды, суығыңды шығарып аласың. Звондайды да маған ше. Демалып, әңгіме айтып, командаңмен сөйлесіп, не жұмыстар бар, так концерттер не болып жатыр, алло деген кезде сөйлесетін жер, мынау жататын жер, мына жерде андай джакузи бар екен. Осындай джакузи бар, андай ваннасы бар. Ал мына жерге келіп жатқанға болады, концерттен кейін не істесем болады деп демалатын жер. Особо қатты қызық жоқ. Бізде гостиницада неге 2 номер, осындай үлкен номер алады десеңіздер, мен негізі бір өзім ұйықтай алмайтын адаммын. Гостиницада наоборот мен жалғыздықтан қорқамын. Бірақ жаныма кейде достарымды аламын. Бірақ неге ондай дәу жерде алады десеңіздер, мына комнатада дайындаламыз. Себебі концертке киімдер өткізеді мына жерде деген сияқты. Бір комнатаға қысылып кетеміз да. Мына жерде андай шаш істейтін қыздар келеді, шашымызды мысалы қазір істеліп тұрған жоқ па? Оны әдемілеп, дайындап шығарады. Мына жер сондай жер. Мына жақты көрсетейін. Мына жақта особо